Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бүгінгі тақырып өсек, ғайбат, жалпы адамның сыр сақтау, сырды ашу, жалпы мұсылманның айыбын ашудың қаншалықты жәнегі қиямет күніндегі сұрау бар екенін бәріміз білеміз. Жалпы білеміз ғой, қиямет күнінде сұралатынымызды, барлығымыздың жария жасырын күнәларымыздың барлығы адам болғаннан кейін барлығы әшкере болады дегенді түсінеміз, білеміз. Бірақ та осы нәрсені қалай сұралады екен, қалай болады екен деген нәрсені түбегейлі ойлап көрмеппіз. Но соның жаңағы қалай болатындығын естіген кезде мен шошып кеттім. Сондықтан сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Жалпы ол былай екен да, мен бұрында ойлайтынмын ғой, алла мен адамның ортасында диалог болады да, жаңағы бір адамды жаңағы осындай сен күнә жасадың, осылай жасадың, сондықтан сен не жәннаттықсың, не тозақтықсың деп солай бөлетін шығар деп. Жоқ, бүкіл өмірімізде араласқан адамдарымызды, саудаласқан, араласқан, мәміле жасаған, сырын ашқан адам болғаннан кейін өсекті айтамыз, ғайбатты айтамыз. Біреудің сыртынан айтқаныңыздың барлық адамдарды сіздің алдыңызға қояды екен да. Бүкіл әлем сізбен қарым-қатынас жасаған, соның әрбір нәрсенің сұрағы бар дейді ғой, сұралу керек болған нәрсенің барлығын, жалпы адамзаттың, құдаңызды, жекжатыңызды, көршіңізді, құрбыңызды, анау ұрысып қалған адамыңыздың барлығын жаныңызға келіп қояды екен де. Содан кейін кәдімгідей маскамызды шешіп әшкере қылады екен ғой. Осы жерде осындай болған, осындай болған, осындай күнә жазылған, сенің артыңнан осындай ғайбат сөз айтқан, сен осы кісінің туралы сен осылай айттың, сен осы кісінікі осылай айттың деп кәдімгідей солай айтады екен. Астағфиралла, қорқынышты. Мен қатты қорқып кеттім осыдан кейін. Жәнегі бірақ бір мүмкіндік бар дейді да, егер сіздің жаңағы датоба нелердің, адамның бүкіл ғұмырымыздағы істегенімізді кәдімгі театрда кинодан көрсеткен сияқты көрсетеді екен ғой. Кәдімгі прям сіз тығылып көрсетпей жасадым деген күнәнің өзін, көмескі күнәнің өзін, жаңағы ниетіңізден болған, ойыңыздан болған дүниенің өзін жаңағы датоба солай көрсетеді екен ғой. Өйткені алла білуші ғой. Сондықтан бірақ сіздің күнәңіздің жасырып қалу бір жол болады екен. Ол қандай күнә, қандай амал деген кезде, егер сіз өсек, ғайбат айтумен қатар, сіз егер мына өмірде бір мұсылманның күнәсін, бір мұсылманның қателігін жасырған болсаңыз, сырын ешкімге ашпаған болсаңыз, оның істеп жатқан ісі қате болса, сол адамның өзіне ғана айтып, сенің осы жерің дұрыс болмады, мынауың қате деп, соны сол жерде қалдырып, жәнегі мұсылманның минусын, күнәсін, қатесін сіз жасырған кезде, сырын жасырған кезде, ешкімге айтпай, сол кезде Алла тағала сіздің де күнәларыңызды көпшіліктің алдында ашпайтын болады дейді. Сіздің күнәларыңыз солай жасырылып келеді екен, сіздің күнәларыңыз жаңағы көрінбей қалады дейді. Сондықтан өте берік болу керек нәрсе деп ойладым. Мен осыдан кейін тіпті Алла сақтасын, біреуге бірдеңе айтқалы жатқан кезде де жаңағы тілім мен тісімді тістеп қалатын болдым. Сондықтан өте абай болайық, сақ болайық, есімізге салып жүрек. Менің ойыма салған дүниені сіздерге айтылу керек болды. Значит, оны сіздер есту керек болған дүние шығар. Сондықтан Алла біздің екі дүниемізге хайырлы дүниелерді нәсіп етсін. Енді не үшін өмір сүріп жүргенімізді саналы адам болғаннан кейін білеміз ғой. Сондықтан екі өмірімізде де хайырлы мұсылмандардан болайық дегім келеді. Барлықтарыңызға пайдалы болсын. Тілімізді өсек, ғайбаттан, мұсылманның сырын ашудан, ойымызбен, ниетімізбен толығымен сақтайық, көзімізді сақтайық, өзімізді сақтайық. Сол кезде өзгеге зиянымыз тимесе, екі дүниемізде Алла бұйырса бақытты болады деп ойлаймын. Пайдалы болсын.